сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты-жөнім Тәжібаева Айкерім Жолдасбайқызы. Мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. Мен бұл бейнежазбамда өзімнің тәжірибемде қолданған оқушылардың айтылым, жазылым дағдыларын қалыптастыруда тиімді әдіс-тәсілдермен бөлісетін боламын. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын өтілген тақырыпты қайталау мақсатында шашу әдісін қолдандым. Бұл қазақи дәстүрді қалыптастыру болса, ондағы тапсырма оқушылардың айтылым дағдысын қалыптастырады. Яғни оқушы шашуды жинай отырып, ондағы берілген тапсырманы орындайды. Мысалы, complete the sentence with there. Яғни there оралма арқылы сөйлемді толықтырады. Next is make sentences. Сөйлемдер құрастырады берілген сөз тіркестермен, және short answers, қысқаша жауап қайтарады. Тақырыпты бастамас бұрын біз алдымен оқушыларды топқа бөліп аламыз. Ең тиімді әдіс-тәсілді көрсетіп келе отырмын. Team Picture Wave платформасы арқылы оқушыларды топқа бөлсек болады. Бұл мұғалімнің уақытын тиімді қолдануға көмектеседі. Мысалы, сіз сабағыңыздың алдында оқушылардың аты-жөндерін жазып алып дайындап қоясыз, және неше топқа бөлу керектігі, яғни number of groups, мына жерге санын жазасыз тобыңыздың, және next people group, максимально адам санын жазатын боласыз, және start батырмасын басасыз. Start батырмасын басқаннан кейін сізге оқушыларды автоматты түрде топқа бөліп беретін болады. Спиннер арқылы. The first team, the second team. Бірінші топ және екінші топ деп бізге бөліп берді. Бірінші топта Айкен, Аян, Раяна, Зарина, Мадина, Айзере сияқты оқушыларымыз болатын болса, екінші топта Алихан, Айзере, Жұмабек, Ибрахим. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын оқушыларға алдымен бейне көрсетіледі. Сол бейне арқылы психологиялық ахуал туғызамыз. Осы бейнені табу арқылы оқушылар бүгінгі жаңа тақырыпты табатын болады. Ары қарай мұғалім бүгінгі сабақтың мақсатын түсіндіріп, жаңа сабақ бойынша бейне жазба көрсетеді. Оқушының жазылым дағдысын қалыптастыру бойынша individual work, яғни жеке жұмыс орындайды. Бұл оқушыларға таратпа қағаз арқылы беріледі. Оқушы берілген сөйлемдерді толықтыру арқылы тапсырманы аяқтайды. Ары қарай бізде play work with the game, ask and draw. Бұл жерде жұптық жұмыс орындайды оқушылар сурет арқылы. Және бізде негізгі тапсырма бұл топтық жұмыс. Топтық жұмысты бізде Learning Apps платформасы арқылы берілетін болады. Бізде топтық тапсырма Learning Apps программасы арқылы берілетін болады. Мысалы, the ball on the box деген сияқты, өздері бір-біріне сәйкестендіретін болады. Сабақтың соңы, яғни кері байланыс әдісі, кері байланыс бөлігінде оқушылар Wordwall платформасы арқылы тапсырма орындайтын болады, жеке тапсырма. Бұл жерде оқушылардың айтылым, тыңдалым сияқты дағдылары қамтылатын болады. Осымен сабақтың соңы, яғни кері байланыс әдісі, кері байланыс бөлігінде оқушылар Wordwall платформасы арқылы тапсырма орындайтын болады, жеке тапсырма. Бұл жерде оқушылардың айтылым, тыңдалым сияқты дағдылары қамтылатын болады. Осымен менің сабағым аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. The ball is boys playing. You are pardon your points. No, because you're right. It's right? Yes or no? Yes. Translate please the question.
javob aytamiz. Birinchi. Are there students in the library? No. Library no. Hozir o'quvchilar kitobxonada